Бір сөзбен айтқанда біз өмір сүріп жатқан жоқпыз, выживаем. Химик тұрғын алабында 2000-нан аса халық бар. Олар өпеткен жел болса болды, жарықсыз қалатындарын айтты. Ал 3 жыл бұрын газ келгенмен оны үй-үйге кіргізу мұңға айналған. Свет деген бізде жел болса өшеді, соңын жүреміз, свет жоқ деп. Көмір ақшалары жоқ, не жұмыс жоқ алып бартқан жерде. Қазір мына қымбатшылық заманда 400 мың теңгеге газ кіргізу деген бізге үлкен проблема болды. Ал алқаптағы Бұхараның басым бөлігі көп балалар мен мүгедектер, сондықтан жағдайды ескеріп жеңілдік жасалғанын сұрайды. Ал өткен айда жарық желісі қаладан тікелей тартылады деген әкім уәдесі әлі орындалмады деп отыр. Шенеуніктер болса электр сымдарын тартуға газ құбыры кедергі келтіруде дейді. Қазір химик алқабына жетіп қалдық. Химик алқабына жеткен жерде біз қазір газопровод газ құбырына теріліп қалдық. Сол газ құбырын қазір өту үшін бізге келісім, Интергаз мекемесінен келісім алу керек. Тараз әкімдігі жарықтың мәселесін 2 айда бітіреміз дейді. Ал жол мәселесін су кіргеннен кейін ғана шешпекші. Бұхара балалардың ойын алаңшасы, мешіт, дәрігерлік амбулатория мен дәріхана салынғанында қалайды. Ал ол қашан болатын әкімдік өкілдері де айта алмады. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.